Қайырлы күн достар, бүгін бізде келесі шығарылым. Бүгін бізде қонақта өздеріңіздің сүйікті, тұрақты біздің қонағымыз Айшуақ. Қалайсың, Айшуақ? Жақсы, шүкір. Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін біз Айшуақ қандай сыйлық таңдайды екен, бұған не шығады екен, бұның маңдайына не жазылған екен, соны көреміз. 1000 теңге ме, 5000 теңге ме, 10.000 теңге ме, немесе 20.000 теңге ме, қайсы шығатынын қазір көретін боламыз. Ол аз дегенде, егер ол сыйлығыңды сенде екінші, үшінші бөлімде еселеу мүмкіндігі бар. Алдыңа шығарымдар көрген болсаң. Сондықтан да енді бағыңа қарай енді қалай болатынын көреміз енді. Дайындалып келдім ғой мен, 20.000 теңге аламын деп дайындалып келдім ғой. Бұйырсын. Одан кейін достар, сіздер бізге тіркеліп алыңыздар, себебі егер біздің оқырман 100 мыңға жететін болса, бір оқырманымызға iPhone 16 сыйлайтын боламыз. Сіз Алматыда болыңыз, Астанада болыңыз, Ақтауда болыңыз, Шымкентте болыңыз, кез келген қалада болыңыздар, сіздерге бір оқырманымызға сыйлайтын боламыз. iPhone 16, сондықтан дереу тіркеліп 100 мыңға жеткізейік, себебі бұл мына нәрсені жасап отқанда бірақ мақсат бізде Қазақстанда қазақша техноблогты дамыту. Сол үшін сіздерден қолдауларыңызды күтеміз. Лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, видеоны достарыңызға жіберіп тез 100 мыңға жеткізсек. Сен де оқырмандарың айтма. Лайк басайық, комментарий жазайық, қолдайық достар осындай контентті. Бізді қолдатқан Айшуаққа рахмет. Сонымен біз енді көп сөз ой бастайық. Сонымен Айшуақ таңда мына еді, саған не сыйлық түседі екен? Так, бұның ішінде 1000 теңгеден 20 мыңға дейін, иә? 1000 теңге, 2000 теңге, 5000 теңге, 10.000 теңге, 20.000 теңге. Қайсысын таңда? Мына жерде өзің міне араластыр, көр, міне қайсы жатыр, міне. Бұл алдында қойып қойды деп ойламаңыз, міне араластыр өзің. Мына жақта тұрған міне, қара, өзің көр, араластырып көр. Алдыма лақтырып түсіріп берді, осын ашқым келді. Алдыма лақтырып түсіріп берді деп ойлама, бірақ қазір жерде бір азғанда бірдеңе шықпаса, ертең ана өкінішті болып қалмасын. Қайта айтатын. Еден свежий байланған сияқты ма? Өзің білесің кім. Айшуақ. Өзің біреу таңда қазір, ертең маған айтып жүрмен, алдыма қойып берген, соны таңда өндім деп. Өзіңе байланысты. Бәрі бірде ақша салған ғой ішіне, сондықтан да өйтіп қатты алып. Давайте осыны көрейік. Осы ғой, иә? Соңғы арнақ жауам. Иә. Болды. Если жоғын кесіп сап, қайттан ойланасыз. Жауғанда болмайды. Көрейік алжықтар, бізде қанша ақша түседі екен? 20 мың деп отырық енді. Иә, қанша түсті? Опа, 10 мың. 10 мың жіктер, 10 мың теңге түсті. Ну, аз емес и ең көп емес та. Нормально. Қанағат қалай. Нұрланың өзі 1000 теңге болды да кезде. 10 мың теңге жіктер. Құтты болсын. Оқашақ деп бар, рахмет. Мынау енді жақсы сыйлықты алды. Сол керемет деген өзі айтқан еді. Мен аламын дедім, мына көп алды. 20 мың шыққан жоқ, бірақ түйе сұрасаң бие берем дегенде болды. Ал енді бізде екінші бөлімде сұрақ жауап. Әрі дұрыс тапқан жауабыңа саған 1000 теңгеден беріп отырамыз. Түсіндің ғой? Болды. Сонымен біріншісі кеттік. Intel өзің білесің, бүкіл компьютерларда, бүкіл ноутбуктарда жүрген процессор. Intel қай жылы өзінің алғашқы процессорын шығарды? 1900. Жоқ, сұрақтар бар, нелер болады, нұсқалар болады. 1971, 1984, 1991, 2000 жылы. Ең алғашқы процессорын қай жылы шығарды? 1971, 1984, 1991, 2000. 91. Тоқта. Компьютерлар, так. Процессор. 91 деп көрейік. Соңғы нақ жауап? Иә. Өкінішке орай қате. 1971 жылы ең алғашқы процессор. Енді о жылы мен туылмадым ғой мен. Мен ойлағана Стив Джобстардың кезі есіңе түсіп сөйтіп ойлап таба салмадым. Қай компания бірінші болып SSD бар ғой, SSD қазір не отқан компьютер бәрінде отқан қатты дисктерін шығарды? Intel, Samsung, Toshiba. Қайсысы? Intel, Samsung, Toshiba. Intel'да вроде SSD жоқ. Samsung, Toshiba. О, логически ғой, әдемі әрі сөз етесің. Toshiba Audим. Дұрыс па? Дұрыс. Енді логически сұрақ болды. Себебі Samsung'ты өзі бір бөлек әлем. 11 мың теңге жіктер өзі. 11 мың. Сендер 11 мың теңге андай жұмыс істейсіңдер. Мен просто келдім, таңдадым, болды. Енді қызық бір сұрақ. Бәріміз біледі интернет, ғаламтор. Қай жылы пайда болды? 1969 жылы, 1983 жылы, 1995 жылы, 2001 жылы. Ең алғашқы интернет. Қай жылы варианттар? 1969, 1983, 1995, 2001 жылы. 69 сыр. Өйткені SSD-лар 71-де ма бағана?
значит 69-да шыққан болып тұр. Базар. Логика бар. Құтты болсын. Да, мың теңге, мынау қиын, көбісі қиынладым сұрақ деп Чоса ойлады. бизнес. Wi-Fi технологиясы алғашқы қай жылы енгізілді? 95 жылы, 99 жылы, 2004 жылы, 2010 жылы. 95, 99, 2004, 2010 Wi-Fi. Ең алғашқы Wi-Fi қай жылы енгізілді? Так. Давай, тиісті жауап береміз. 90, жоқ. Иә, 99. Соңғы нақ жауап. Иә. 13 мың теңге достар. Мынау кәдімгі қалай біліп отырсың? Примерно былай, жоқ, логикамен есептеп отырмын да, примерно жылдармен ше. Мен өзім бүйтіп қарап тұрмын, ойлап қалғансың. Мен қандай жауап береді деп ойлап тұрмын. Базар, мықты. Енді қара. Қай компания ең бірінші жасанды интеллекттің чат-ботын жасады? Google, OpenAI, IBM, Microsoft. OpenAI. Соңғы нақ жауап. Иә. Өкінішке орай қате. Қай компаниясы? IBM. Ең алғашқы жасанды интеллекттің чат-ботын сол жасаған. Екен. Қателестік енді. Нормально, ниче. Бірақ 5 сұрақтың үшеуіне жауап берді. Мен өзім таңым. Және үшеуі де оңай сұрақ емес, ең қиыннан жауап берді, оңайына жауап бере алмады. Сонымен енді бізде келесі сұрақ, келесі бөлім бізде қайсысы қымбат екенін анықтайсың. Бұған ақша берді ма? Иә, бұған дұрыс тапқанымда. Көрейік, давайте. Әрбір дұрыс тапқан жауабыңа иә ақша беріледі. Сонымен біріншісі қайсысы қымбат, сен алдын ойнап қалған, үйреніп қалған. Білеміз ғой. Иә. Моя тема ғой. Біріншісі енді қайсысы қымбат? Steam Deck, OLED немесе Asus ROG Ally. Қашаннан бері үшеу болып кеткен? Жоқ, Steam Deck қой. Steam Deck немесе Asus ROG консоль. Не ма просто бағана айтқан. Так. Қиындат жетті. Steam Deck немесе Asus ROG. Қайсысы консоль қымбат? Steam Deck деген. Steam Deck OLED немесе Asus ROG. Asus ROG-ты білем қымбат екен. Бірақ Steam Deck. Steam Deck. Сол қымбат деп ойлайсың ба? Иә. Өкінішке орай дұрыс емес. Asus ROG қымбат. Дәл алдында кімге қойдық қой? Нұрланға. Көрдім ғой мен видеоны. Нұрланға қойдық қой сұрақты. Одан кейін Nintendo Switch OLED немесе PlayStation Portal. Қайсысы қымбат? Мен білмейді екем ше. Nintendo Switch. шығар. Соңғы нақ жауап. Иә. О. Құтты болсын. Рахмет. Келесі үшінші сұрағымыз. Енді мынандай екінші сұрақ, білесің ба, білмейсің ба, енді оны өзің айтасың. Мынаны қара. GoPro қымбат па, немесе DJI Osmo Action? DJI Osmo Action. Соңғы нақ жауап. Не емес. Қатты не емес. Не, DJI Osmo қымбат. Қанша қымбат деп ойлайсың? Примерно бір 50 мың шығар ары кетсе. Жоқ, ары кетсе 8 мың теңге қымбат екен. Дұрыс таптық, базар. Дұрыс. Бірақ DJI білемін да былай. Не екенін ба? Аха. Енді келесі бізде iPhone 14 Pro Max немесе Google Pixel 8 Pro. Қайсысы қымбат? Google деген телефон шыққан ба не? Иә, Pixel 8 Pro iPhone-мен жарысып жүрген телефон ғой. 14 Pro Max немесе Google Pixel 8 Pro. Андай подвохпен сияқты мына сұрақ ше как будто. Типа көбісі iPhone деп таңдайды да, бірақ Google қымбат сияқты. Соңғы нақ жауап. Аха. Өкінішке орай iPhone 14 Pro Max. Иә, қымбат. Мен одан кейін қымбат дегенсің. Ниче. Сол осымен бізде сұрақ жауап. Бітті ма не? Иә, бітті. Қанша ұттың? Так, бізде 3 мың 15 мың теңге достар. 15 мың теңге ұттың ба? Аха. Біздің рекорд жаңарттың. Алдын кім Нұрболат жасыр жаңартқан еді. Енді сен қанша? 15. Нұрболат қанша алды? Нұрболат 11. Құтты болсын. Енді достар, бүгін осы формат енді бізге міндетті тіркеліп кетіңіздер, себебі 100 мың оқырман жүрсе қайталап айтамын. Бір оқырманымызға iPhone 16 сыйлаймыз. Сондықтан да тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Тез барлығымыз болып
каналды 100 мыңға жеткізейік, себебі Қазақстанда да қазақтар бар екенін білсін, осындай техноблог, технологиялар жайлы контенттің бар екенін. Күтеміз енді. Иә достар, арнаға тіркеліп, осындай, бұндай контент Қазақстанда бірінші өп сен жасап отырсың. Ақша таратып, осындай подаркалармен. Осындай, осы форматта. Именно осы формат. Сол себепті достар, қолдап, арнаға тіркеліп, 100 мыңға жеткіміз келіп жатыр, 100 мыңға тез жетейік. Уже 100 мыңға жеткенде бұдан да мықты контенттер шығып бастайды достар, бәрі сендердің қолдарында, так что біртін тіркеліп кетіңдер. Рахмет шақырғаныңа. Мен де қуаныштымын сен осылай қолдап келіп отқаныңа, осындай Қазақстанның мықты ютуберлерсіңдер өзіңдер енді. Сендер сияқты аз ғой негізі. Сол достар, енді қазақша технолог бар екен білсін, сондықтан дереу тіркеліңіздер. Рахмет баршаңызға. Күтеміз енді келесіде сіздердің активностьтер, белсенділіктеріңіз. Сол. Давайте. Жақсы.